Wi-Fi паролін қалай ауыстырамыз? Wi-Fi паролін ауыстыру үшін хакер болудың қажеті жоқ. Маманның да көмегі керек емес. Желіге қосылған телефон болса жеткілікті. Нұсқаулыққа қараймыз. Роутерді алып аударамыз. Астындағы жапсырма қағазға оның логині мен паролі жазылып тұрады. Әдетте роутердің екі түрі жиі кездеседі: ADSL және оптика. Егер жапсырмадағы жазуы өшіп қалса, екі роутерге де жүйеде алдын ала орнатылған парольдарды қолданыңыз. Телефоннан кез келген браузерді ашамыз да мына сілтемені енгіземіз. Логин және пароль терезесіне жапсырмадағы ақпаратты жазамыз. Жапсырма қағазы жоқ, ал стандартты парольдар сәйкес келмеді ме? Онда стандартты әдістің бірін қолданып көріңіз. Админ логинін жазып, пароль терезесін бос қалдырыңыз. Ол да көмектеспер ме? Видео соңында роутердің түрлі модельдеріне арналған стандартты парольдарды ұсынамыз. Мәзірге кіреміз. Модельдердің интерфейсі әртүрлі болуы мүмкін, бірақ ұстаным бәріне ортақ. Қатарлардың арасынан желіңіздің атын табыңыз. Әдетте ол SSID немесе SSID name деп аталады. Сіз мұнда желінің атын да қалауыңызша өзгерте аласыз. Сол беттен жұлдызшамен немесе қолданыстағы парольмен толтырылған қатарды табыңыз. Өз қалауыңызша өзгертіңіз. Сақтау түймешігін басыңыз. Роутерді қайта жүктейміз. Болды. Енді Wi-Fi-ңызды ұялмай қызармай қолданып жүрген көршілеріңіз интернетке шығудың басқа жолын іздесін. Өздеріңіз сатып алыңыздар. Уәде еткеніміздей түрлі роутерге арналған жеке кабинеттің стандартты логині мен паролін берейік. Егер осыдан кейін де парольді ауыстыруда қиындық туса, біздің Telegram арнамызға немесе 165 нөміріне хабарласыңыз. Қазақ Телекомды таңдағаныңызға рахмет.